Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен классикалық жаңа жылдық салат селедка под шубой салатының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Картоп, сәбіз, қызылша, жұмыртқа бәрін қабықтармен қайнатып алып, толықтай суытамыз. Барлығын үкіштің ең үлкен бөлігімен үгітеміз. Селедканы кішкентай қылып тураймыз. Мен бұл салатқа пияз салғанды жақсы көремін. Селедкаға майда туралған пиязды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатты торт сияқты қатар-қатар жинайтын боламын. Ол үшін осындай кондитерлік кольцо қолданатын боламын. Ең астына үгітілген картопты салып, үстін қатты баспай тек істейміз. Пакетке немесе қапшыққа майонезді салып алып, ішін кішкене тесіп, әрбір қабаттың үстіне майонез жағып шығамыз. Қабаттардың арасына қалауымша тұз немесе бұрыш салуға болады, бірақ маған майонез бен селедканың тұздылығы жетеді, сол үшін тұздамаймын. Селедканы салып, үстін майонезбен жағамыз. Сәбізді салып, үстіне майонез жағамыз. Жұмыртқаны салып, майонезді жағып шығамыз, бірақ қасықпен жаймаймыз, себебі жұмыртқа қосылып қалады. Қызылшаны қойып, үстіне майонезді жақсылап жағып шығамыз. Қалауымша әсемдесек болады, мен сарыуыз және ас көкпен әсемдедім. Кольцоны абайлап алып тастаймыз. Осымен салатымыз дайын, айтпаса да дәмі өте дәмді екені белгілі. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған башын, келесі видеоларда жүздескенше.